Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында. Сөз киесі хабарында. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Біздің хабарымыз сөз киесі деп аталғандықтан, бұл жолы әрбір айтылған сөздің энергетикасы, психологиялық астары болатындығы туралы әңгіме қозғамақпыз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Дандай Ысқақұлымен сұхбат барысында сөздің қадір қасиеті туралы әңгіме болмақ. Дандай аға, біздің студиямызға қош келдіңіз. Жақсы сөз жарым ырыс деп жатамыз ғой. Біз қалай сөйлеп жүрміз? Жылы сөйлеп, жүректерді жылытып жүрміз бе? Жоқ болмаса, елдің, жұрттың, адамның, кісінің көңілін қалдыратын сөздерді көбірек айтамыз ба? Осы жағынан не айтасыз? Қазақ айтады, жылы сөйлесе жылан іннен шығады дейді. Сонда жылы сөз адамға жақсы әсер етеді. Ғылыми тілмен айтқанда позитивті әсер етеді. Жаман сөз негатив әсер етеді. Бұнда қалай әсер етеді деген кезде, қазір ғалымдар дәлелдеген адамның сөзінде энергетика бар. Сөйлеген кезде энергетика, яғни күш адамға әсер етеді. Ал енді тіпті ғалымдар соңғы көзді ашты, адамның ойы да адамға әсер етеді екен. Адамның ойы кеңістікке шыққан кезде, ол кейде сөз арқылы шығады көбіне, ал сол ойлағанның өзінде де біреуге жаман ойлап тұрса, о да кеңістікке шығып адамға әсер етеді екен. Сөзбен бірге ең бірінші ойды түзету керек десек. Сонда сөз түзу болу үшін ой түзу болу керек. Ой түзу болу үшін жақсы адамдармен бірге жүріп, жақсы нәрселерді көріп, кітап оқығанда детектив, приключение сияқты емес, адамды ойлантатын, жақсы нәрсеге үндейтін, жақсы ойлар айтатын кітаптарды оқыған. Ал енді теле хабар көрген кезде, теледидардан да мысалы кәдімгі көптеген хабарлар, кәдімгі шоу, әртүрлі нәрселер көп қой қазір. Олар уақытша ғана нәрселер, олар адамды жақсы ойға қалдырмауы мүмкін мысалға. Теледидардан бір хабарлар беріп жатады, болып жатқан оқиғалар, қылмыстық оқиғалар. Кейбіреулерін көруге дәтім шыдамайды кәдімгі. Жаңа сіз кино деген сияқты айтып қалдыңыз, байқайсыз ба, мақтағандай боламыз. Дегенмен кеңес заманындағы киноларда осы адамгершілік, ізгілік, осындай дүниелер көбірек насихатталатын, есіңізде шығар. Иә. Кеңестік кезеңінің жақсы нәрселері көп қой. Ол енді руханиятқа, адамды жақсы нәрсеге тәрбиелеуге. Кеңестік кезеңде жаман нәрселерді көп бермейтін. Қазір бізде енді тіпті жақсы нәрсе бергеннің өзінде де пәлендей жерде пәлен үй салынды деп сол үй салынғанға дейін. Оның бәрі үйреншікті нәрсе ғой енді. Үйреншікті нәрсе. соның өзін бір үлкен хабар ретінде беріп жатады кәдімгі. Ал енді не бір жақсы істе жеткілікті ғой, бір адамды жақсылыққа тәрбиелейтін. Міне осы біздің ақпарат құралдарының бір үлкен кемшілігі ретінде айтар едім мысалы. Кейбір хабарларды берудің қажеті жоқ. Кейде ішкі цензура дейміз ба, сол қажетті. Кейде кісі өлімі болып жатады, біреуді пышақтап кетуі мүмкін. Соны көрсетуге құмар ғой қазір. Тура сол күйінше. Енді ол ақпарат құралдарын айтпай қояйық. Қазір кез келген адам журналистің міндетін атқарып кетті. Қолына смартфон алады да, оқиғаны алады да, Facebook немесе әлеуметтік желілерге салып жібере салады. Ол адамға қалай әсер етеді? Ана бір жайрап жатқан мысалы. Жалпы ондай дүниені адамға, елге көрсете берудің өзі дұрыс емес қой. Дұрыс емес. Тіпті жаман оқиғалар, жаман әсер. Тіпті жаман сөздер жүр. Біреулерге өлім тілейтін кәдімгі. Өліп қапты деп өтірік айтатын кәдімгі. Барлығы бұл енді мына адамдарға жақсы әсер етпейді. Қалай болғанда да жақсы сөз шығу керек қой кеңістікке. Жақсы сөз шығу керек. Жақсы оқиғаларды көбірек насихаттау керек. Жақсы шығармаларды насихаттау керек. Біздің өмірімізге әсер етеді ғой сонда. Сонда қоғам жақсы болу үшін сөз сөйлеу керек. Ең бастысы ой түзелу керек. Идея, ой дұрыс болу керек. Сол идеядан жақсы сөздер айтылу керек. Сол сөздер жақсы іске айналу керек. Әлихан Бөкейхановтың айтқаны бар екен. Әртүрлі ойлардан жақсы сөздер айтып дайындадық. Енді соны іске асыру ол келесі ұрпақтың міндеті деген екен. Сонда мына жақсы ойлап, түрлі ойлардан қорытып, соны керек сөзге айналдырып, ақыл ретінде кәдімгі. Енді сол идеологияны жүзеге асыру ұрпаққа қалдыр. Ұлттық мемлекет құру ғой енді, ұлттық болмысымызды сақтау. Енді біздің қазіргі кездегі ең кемшілігіміз, бізде ой басқа, сөз басқа, өтірік көп, жаман нәрсені көбірек айтамыз, алдаймыз. Енді іс басқа. Әр сөздің киесі бар.
Біздің әңгімеміз мына сөз киесі ғой. Соған байланысты мына айтатын нәрсе бар. Айтылған сөз атылған оқ дейді ғой. Ғаламторда мынандай бір мысалдар кездесіп қалды. Соны айта кетейін деп отырмын. Өткенде қыршыннан қиылған деп жатырмыз ғой. Денис Теннің айтқан сөзін мысалға алады. Спортта қай жасқа дейін жүресің деп сұрағанда журналистер 25 жасқа дейін деп жауап берген екен да. Ол енді жақсы ниетпен айтқан болу керек. Спорттық гимнастикада 25-тен кейін кәрі болып есептеліп қалады. Сондай жақсы ниетпен айтқан шығар, бірақ 25 жасқа дейін деген сөзі сол қабыл болып кетіп 25 жасында дүниеден өтіп кетті дейді. Одан кейін оразалы Досболсыновты айтады. Атым ораз болғанмен 30-дан жасым аспаған, егін сақал жаппаған, сүйінбаймын жамбылмын, таңжарықпын шарғынмын деп сөйтіп келеді да, сол 29 жасында дүниемен қоштасып кете берген екен. 30-дан жасым аспаған деп енді өлеңнің ұйқасына қарай айтса керек. Бірақ сол дұрыс айтылмаған сөз қабыл болып кетті деп тұр ғой. Мұқағалидан да мысал келтіріп, ұйықтап кетсем болғаны төсегімде 40-тың бесеуінде деген өлең. Ақиық ақын 45 жасында дүниеден өтті дейді. Табыл Досымов айтады. Ұйықтап кетсем бір күні оянбай қалам деген кәдімгі бір терме жыры бар мысалы үшін. Мәдинаның да айтатын өлеңі бар. Қош енді қош бол күрең қыз. Өмірде жиі кездеседі. Былайша айтқанда не болса да дұрыс сөйлеу керек болып тұр ғой. Дұрыс сөйлеу керек болып тұр. Айтылған сөз атылған оқ деген мына айтылды, айтылған екен бұл орындалып кетіп жатқан сияқты да. Енді бұл қанша дегенмен ақын адамдарға елдің бәрі соның аузына қарайды ғой. Иә. Яғни сөз ұстаған адамдар да өз сөзін дұрыс айту керек, дұрыс жазу керек болып тұр ғой. Тіпті мынандай жағдайда болған екен. Мысалы, бір атақты циркаш, көз бояушы сияқты бір Англияның атақты өнерпаз екен. Халық алдына шығып тұрып, мен кереметті көрсетемін деген ғой. Мен қазір өшіріле тұрып өлемін, өлгеннен кейін басқа бір тілде сөйлеп оянамын деген. Сөйім жаңағы өлімде өлген, жатқан, сол үй өліп кеткен. Сонда бұны жаңа психологтар қалай түсіндіреді? Сонда мынау ми ана ақпарат солай қабылдайды дейді. Басқа бүкіл организмге солай хабар береді. Содан өліп кетті дейді. Сондықтан да сөздің киесі деген сөзді байқап айтпаса, сөз еш уақытта адамның ойнап айтып едім, әзілдеп айтып едім деген сияқты нәрселеріне көне бермейді. Сөздің жаңа психологиялық астары, ана миға әсері, внушение, қазір мотивация деп жатыр ғой кәдімгі. Адам не ойласа, сол ойдың жетегіне. Мидан құдіретті нәрсе жоқ, ойдан құдіретті нәрсе жоқ. Мидың алдында егер адам ойланса, не бір қамалды да алады, не бір биікке де шығады, мақсат қойса күндіз кез келген кедергіні жеңе алады. Қазіргі кезде мына мотивация демекші айтылып та жүр ғой, ой заттанады. Ой заттанады. Мысли материализуется деп жатады. Яғни бұл қазіргі кезде бір психология ілімі бұны дәлелдеп жатыр ғой. Дәлелдеп жатыр. Сол енді адамның басқа тіршілік иелерінен айырмасы да мықтылығы да осы ойында, миында. Тіпті қазір ғалымдар айтады, бүкіл ғаламдағы болып жатқан оқиғалардың бәрі адамның осы миына тарайды дейді. Кез келген ой сол мына ғаламға, кеңістікке тарайды, заттанады деп отырмыз ғой. Жер бетінде адамның көпшілігі қандай ойланып жатыр? Стресс болады, стрессті ойлар аяғы барып жаман нәрселерге алып келеді дейді. Тіпті мынандай да оқиға болған. Арменияда Спитак деген 80-ші жылдар ма екен? 80-ші жылдардың аяғында. Жер сілкініп қирап қалды. Соның бір себебі ретінде сол кезде жаңа Спитак қаласының адамдары көшеге шығып үкіметтен талап етіп жағдайымыз жақсарып деп сөйтіп көп текетірес болған екен. Бүкіл қала шыққан, бүкіл халықтың ойы негатив ретінде кеңістікке тараған, табиғатқа тараған, сөйтіп жер сілкінген. Қазір де мынау әлемде көп апаттар болып жатыр ғой. Бүкіл әлемде стресс, бүкіл Европада да, Азияда халық көшеде жүріп стресси жағдай. Осының салдарынан табиғатта да түрлі негативті оқиғалардың көбейіп жатқандығын осы жағдайға. Яғни адамдардың ниетіне байланысты туындап жатқан. Адамның ниеті, ойы мына кеңістікке тарайды. Кеңістікке тарап тұрған жеріне тарайды. Сонда да жаңағы негатив әсер етеді. Ол тек қана адамға емес, атмосфераға. Мына ауа райы бұзылып жатыр, өзендер тасып жатыр, жер қозғалып жатыр. Осының барлығы адамның ойының нәтижесінде болып жатыр. Міне қазір ғалымдар осындай нәрселерді айта бастады. Сондықтан да адамдардың дұрыс ойлауының, дұрыс сөз айтуы бұл енді тек қана адамның өзі үшін ғана емес, бүкіл адамзаттың баласы үшін, бүкіл болашақ үшін аса маңызды нәрсе. Сонда біз не істеуіміз керек? Мысалы, біз ақпарат құралымыз, бізді тыңдаушылар тыңдап отыр. Яғни сіз тыңдаушыларға сіз қандай кеңес берген болатын едіңіз? Жақсы нәрселерді көбірек айту керек, жақсылығымызды көбірек. Жаман нәрсемізді айтуымыз керек, бірақ соны айта білу керек. Дүңк өткізбе емес, соны айту формасына байланысты. Мысалы, мен есімде 90-шы жылдар ма екен, Казгуде жұмыс істеп жүрген кезімде мынандай бір оқиға бар. Бір профессордың ауылдан телефон соққан ғой, әкең қайтыс болып кетті. Ауылда тұрады екен, коммутатор қайда сал деген совхоздың коммутаторына. Ол келіп звондап, жұмыс телефонын берген. Таңертең жұмысқа келсе телефон шырылдаған, трубканы аса әкең өліп қалды деп хабарласа ғой. Ана жүрек ауырады деген сөйтіп құлап қалып, соны жедел жәрдем алып кетіп, әкесіне бармақ түгіл бір айдай ауруханада жатып, сол әрең жанды қалған жағдай бар. Сонда міне барлығын байқамаса жаман сөзді айтпауға тырысу керек. Ақсақ құлақ күйді де білеміз ғой кәдімгі. Қазақтың енді бұл жағына өте шебер келген кәдімгі. Ана жаман нәрсені адамның денсаулығына әсер етпесін деп, соны домбыраның күйімен естілткен.
естілткен. Ал енді оны білмейтін жастар дүңк өткізіп айтқан кезде анау адамдар о дүниеге кетіп қалып жатады. Тіпті мынадай да бір жағдай болған. Осы мына қазіргі өмірден келтірейінші. Америкада осы коронавирус басталған кезде бір ересектеу кісі коронавирустың деген ғой. Ауырыпсыз, сізде вирус бар деген. Бұны енді емдемейсіздер ме? Қалай емделемін? Емдеміз, бірақ енді сол ақылы депті. Ақысы қанша деген. Ақысы және көп біраз долларды айтты. Ана кемпірде ондай ақша жоқ. Онда мен өлген екенмін ғой деген ой келген. Ертеңіне қайтыс болды. Тоғысында ақпарат құралдары жазды. Сөздің енді адамды қалай өлтіргенін, адамды қалай тірілткенін жөнінде бір өмірде болған ақпарат құралдарында жарияланды. Бір әйел күйеуі жастай қайтыс болып кетеді. Бір ұл, бір қыз қалады. Соны өмір бойы соны жеткізеді ғой. Жеткізіп, баланы оқытады, қыз тұрмысқа шығады. Бала оқу бітіріп, үйленіп, немере сүйіп, қызмет істейді. Бала енді қалада өскен европалық тәрбиедегі бір күн сөзге келіп қалып, анасына айтып қалады ғой, мен үшін өмір сүріп жүрмін деп ойлайсыз ба деп. Ал ана әйелдің өмірі осы екеуін баламды жеткізу. Ана әйелдің басы айналып кетеді, көзі бұлдырап сөйде құлайды. Сол есін жияды. Есін жиған кезде тұрады да, бәрі жұмысқа кетіп қалған, аналардың үйде ешкім жоқ, далаға шығып, бас ауған жаққа кетеді. Кетіп әйтеуір қызының үйін тауып барады. Сөйтіп құлайды. Қыздары жедел жәрдем шақырып, ауруханадан бірақ шығарады. Бұл әйелдің өзі жазып отыр. Содан ауруханада жатқан кезде есім кіресінше қасылы жатырмын. Бір кезде құлағыма бір дауыс естілді дейді. Дауыс сөйтсем баламның дауысы екен дейді. Баламның дауысы екен. Есім жинап алдым дейді. Сөйтсем жылап тұрған балам дауысын естідім дейді. Мама, мені тастап қайда барасыз деген. Көзімді ашып алдым дейді. Сөйтсем балам қарап көзінен жас сорғалап тұр екен дейді. Дір етіп бесін жинап алдым. Сонда жаңа айналасы тұрғандағылар айтты дейді. Көзін ашты деп. Сөйтсем 2-3 күн комада жатыр екен дейді. Сөйтіп баламның бір ауыз сөзімен өлтірді, бір ауыз сөзінен тірілдім дейді. Сөздің құдіреті осындай. Сондықтан да адамға жақсылық әкелетін сөздерді көбірек айтып, жаман сөздерді айтпауымыз керек. Бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз айықпас дерт жияды. Бір ауыз сөз әлемге игі еткізе, бір ауыз сөз жаманатқа қияды. Құрметті достар, Кәкімбек Салықов ағамыздың Мақпал Жүнісованың орындауындағы бір ауыз сөз әні де өмірден, тіршілік тәжірибесінен алынған деп білеміз. Хабардың соңына жақындап қалдық. Айтылған әңгімелерден не түйге болады? Бұның барлығы сөйлеу мәдениетін меңгеруіміз керек. Ішкі жан дүниеміз бай болу керек. Сабырлы болуымыз керек, кешірімді болуымыз керек. Аспай, саспай, не істесек те ойланып істеуіміз керек. Сонда ғана барып біз мұндай мәдениетке жетеміз. Ол үшін өмірді түсінетін, білімді, парасатты, мына өмірде не болып жатыр, соны түсінетін адам болуымыз керек. Бірақ енді осының барлығына бір ортақ мәселе, адам сөйлеу мәдениетін, ойлау мәдениетін, адамдармен қарым-қатынас мәдениетін білуі керек. Мәдениеттілік дегеніміз ол әдемі киіну емес, әдемі сөйлеуде емес. Ең бастысы адамның ішкі жан дүниесі бай болып, жақсы ойларды көбірек ойлап, жақсы істерді, жақсы жағын көруге ұмтылып, өзінің отбасы болып қызмет істеп, жер басып жүргенін бақытты санап, сонда ғана біз бақытты болады екенбіз. Ал ана кемшіліктердің барлығын, оның бәрі уақытша нәрсе, өтетін нәрсе деп. Сонда қоғамның екі жағы бар, кемшілігі де болады, жақсылығы да. Өмір деген қарама-қайшылықтардан тұратын нәрсе ғой. Соны енді жақсылық жағын көбірек қамтуымыз керек. Өмірде тепе-теңдік сақталынады. Мысалы, әр адамның бойында жақсылық та бар, кемшілік те бар. Сол адам жақсы жағынан көре білу. Ал енді кемшіліктеріне сын көзімен қарау, кешірімді қарау, о да бір Алланың жаратқан пендесі деп мойындау, сонда ғана қоғамдағы адамдардың қарым-қатынасы дұрыс болады. Ал енді қайтсем кек аламын, қайтсем менікі дұрыс, мен жеңемін, мен мықтымын дегендер бұл жақсылыққа апара бермейді. Жалпы мен деген өзімшілдікке, эгоизмге апарады, тәкаппарлыққа апарады. Сондықтан да адамды сөйлеген сөзінен мен деп көп сөйлейтін адамдар, оларда жаңа мінезінде тәкаппарлық бар. Ал енді біз деп сөйлесек, ол кішкене мәдениеттіліктің бір көрінісі, ішкі жан дүниесінің байлығы. Жақсы Дандай, мына бүгінгі әңгімеңізде біз кейде біліп, кейде білмей, кейде елеп ескермей жүрген дүниелерді ашып, анықтап, түсіндіріп бердіңіз деп ойлаймын, мысалдармен келтіріп. Шығармашылық табыстар тілейміз. Қаламыңыз жүрдек болсын, шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет сізге.
Иә, мәдениетті болу деген әдемі жүру, әдемі тұру, сәнді киіну ғана емес. Ең бастысы адамның ішкі жан дүниесі бай болып, айналасына жан жылуын сыйлау, шуағын шаша білу және сөйлеу мәдениетін дамытып, жетілдіре түсу екен. Ендеше сөзімізге, ойымызға есеп бере білейік дегім келеді. Осымен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Дандай Ысқақұлы қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.